Саламатсыздар ма оқушылар, 4-ші сынып математикасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Бөлім тақырыбы жұлдыздар және галактикалар. Сабағымыздың мақсаты бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстырасын. Ендеше оқушылар, сіздерге тапсырма. Бөлшектерді өсу ретімен орналастырсаң, біздің галактиканың атауын білесің. Галактика туралы алдыңғы сабақта қысқаша мәлімет берген болатынмын. Галактика дегеніміз құрамына күн жүйесі енетін алып аумақты жұлдыздық жүйені атайды. Ендеше бөлшектерді өсу ретімен орналастырайық. Бөлімдері бірдей алымдарының өсу ретімен орналастырамын. Ең бірінші бізде қай бөлшек? Дұрыс. 20-дан 1. Келесі. Дұрыс. 20-дан 3. Келесі бөлшек 20-дан 6. Жарайсың. Келесі бөлшек 20-дан 8. Келесі бөлшек қай бөлшек? 20-дан 9. Келесі бөлшек 20-дан 11. 20-дан 13. Жарайсыздар оқушылар. Біздер бөлшектерді өсу ретімен орналастырғанда бөлімдері бірдей болғандықтан алымдарына қарадық. Алымдарын өсу ретімен орналастырдық. Жарайсыздар. Ендеше біздің галактикамыз құс жолы деп аталады екен. Осы құс жолы туралы қысқаша бейнебаян ұсынамын. Қараңғы түндерде қалалар мен тас жолдардың оттарынан қашықта аспанда ерекше нәрсе көрінеді. Бұлтты ақшыл жарық жолағы аспанда созылып жатады. Көне гректер оны аспанда төгілген сүтке ұқсатып, сүт жолы деп атаған. Ал қазақ, қырғыз, фин, эстон халықтары оны жыл құстарының қайтуымен байланыстырып, құс жолы деп атайды. Біз аспанда көретін құс жолы галактиканың, яғни жұлдыздардың, газ, тозаң мен басқа да заттардың алып жиынтығының бір бөлігі. Біздің күн жүйесін күннің тарту күші ұстап тұрғаны сияқты, галактикаларды тартылыс күштері біріктіріп тұрады. Құс жолы күн жүйесі орналасқан біздің галактикамыз, бірақ күн жүйесі галактиканың титтей бөлшегі ғана. Құс жолы өте алып, ол көлденеңінен 100 000 жарық жылындай. Жарық жылы жарықтың бір жылда жүретін жолы, шамамен 9,5 триллион километр. Құс жолында кемінде 200 миллиард жұлдыз және кем дегенде 100 миллиардтай планета бар. Құс жолы үлкен болғанымен, ол аспанда жалғыз емес. Ол жақын орналасқан 50 шамалы галактикамен бірге жергілікті галактикалар тобына кіреді. Жергілікті топ кемінде 10 миллион жарық жылы аумақты алып жатыр. Әлемнің жерден көрінетін бөлігінде ең аз дегенде 170 миллиард галактика бар. Ал оның сыртында қаншасы бар екенін білуге еш мүмкіндік жоқ. Галактикалардың пішіні мен үлкендігі әртүрлі болады. Оларда небәрі бірнеше миллион, немесе триллионнан аса жұлдыз болуы мүмкін. Олар эллипс, не спираль тәрізді, немесе дұрыс емес пішінді болады. Біз білетін галактикалардың көбісі сияқты, құс жолы да спираль галактика. Құс жолының қандай екенін ішінде тұрып көру мүмкін болмаса да, оны және басқа галактикаларды мұқият бақылаудың нәтижесінде ғалымдар оның пішінін анықтай алды. Құс жолының негізгі 4 бөлігі бар.
Оның ортасында дөңес немесе галактика орталығы орналасқан. Ол диаметрі 10.000 жарық жылына тең. Жұлдыздар мен басқа материалдар тығыз топтасқан. Галактиканың ортасындағы дөңгелек томпақ. Ғалымдар құс жолының қақ ортасында алып қара құрдым орналасқан деп санайды. Галактика орталығы галактиканың ең жарық бөлігі. Келесісі дөңгелек. Ортадағы дөңесті қоршап тұрған жалпақ аймақ. Дөңгелектің ені 100.000 жарық жылы. Ол спираль салаларда, тармақтарда шоғырланған жас жұлдыздарға, газ бен тозаңға толы. Спираль салалар дөңгелектің бөлігі. Олар галактиканы доңғалаққа ұқсатады. Біздің күн жүйесі спираль салалардың бірінде орналасқан. Мұндағы жұлдыздар тығыз галактика орталығымен салыстырғанда бір-бірінен әлде қайда қашық. Құс жолының соңғы бөлігі гало. Гало галактиканың негізгі дискін қоршаған кәрі жұлдыздар мен жұлдызды шоғырлардың сфералық қабаты. Гало галактиканың басқа бөліктерімен салыстырғанда бос. Ондағы нысандар тым сирек орналасқан. Бірнеше мың жыл бұрын көне грек философтары құс жолы тығыз топтасқан алыс жұлдыздардан құралған деп болжады. Бірақ мұны дәлелдеу 1600 жылға дейін мүмкін болмады. Сол жылы астроном Галилео Галилей құс жолын телескоппен бақылап, оның үш жүзінде қисапсыз әлсіз жұлдыздардан тұратынын анықтады. Егер қала мен машина шамдары түспейтін қараңғы далаға не тауға барсаңыз, ғасырлар бойы талай аңызға арқау болған тылсым көріністі құс жолын көре аласыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларына көшейік. Дәптеріңе орында. Теңсіздіктер дұрыс па? Бөлшектерді, жай бөлшектерді салыстыру үшін бөлімдері бірдей болған жағдайда қай бөлшектің алымы артық, сол бөлшек артық болады. Ендеше 8-ден 1, 8-ден 2. Қай бөлшек артық? Дұрыс, 8-ден 2. Бұл теңсіздігіміз дұрыс екен. Келесі теңсіздік дұрыс па? Дұрыс. 16-дан 5, 16-дан 2. Теңсіздіктері дұрыс па? Дұрыс. 20-дан 12, 20-дан 13. Дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Себебі алымы 13 артық 12-ден. Келесі 4-тен 1, 4-тен 2. Теңсіздігіміз дұрыс бекен? Дұрыс айтасың. Келесі 4-тен 3, 4-тен 4. Дұрыс. 25-тен 3, 25-тен 6. Дұрыс. 100-ден 5, 100-ден 7. Жарайсыңдар оқушылар. Сіздер жай бөлшектерді салыстыруды білесіңдер. Келесі тапсырманы дәптерімізге орындаймыз. Өзіндік жұмыс. Өрнектер берілген, өрнектерді салыстыруымыз қажет. Есіңде сақта. Бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру үшін алдымен өрнектердің мәнін есептеп аламыз. Бөлімдері бірдей алымдарымен қосу және де азайту амалдарын орындаймыз. Өрнектерді мәнін тапқаннан кейін екі бөлшекті салыстырамыз. Салыстыру кезінде бөлімдері бірдей екі бөлшектің қайсысының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болады. Есіңде сақтай ғой осы ережені. Дәптеріңе орындап, ұстазыңа көрсет. Сенің қолыңнан келеді. Ендеше 6-шы тапсырма. Дәптеріңе орында. Есепті шығар. Ғарыш айлақта алаңқайларды көгалдандыру үшін
72 килограмм тұқым себілді. Бір алаңқайдың ауданы 220 метр квадрат, ал екіншісі 380 метр квадрат. Егер әрбір квадрат метрге себілген тұқымның мөлшері бірдей болса, әр алаңқай неше грамм тұқым қолданылады? Есеп не туралы оқушылар? Дұрыс айтасыңдар. Ғарыш алаңқайына себілген тұқым туралы. Есептен не белгілі? Жарайсың. Көгалдандыру үшін 72 килограмм тұқым себілгені белгілі. Тағы не белгілі? Дұрыс айтасың. Бір алаңқайдың ауданы 220 метр квадрат, ал екінші алаңқайдың ауданы 380 метр квадрат екені белгілі. Ал енді есептен не белгісіз? Дұрыс айтасың. Әрбір квадрат метрге бірдей мөлшерде тұқым себілген болса, әр алаңқайға неше грамм тұқым себілгені белгісіз. Ендеше есептің жауабын тауып көрейік. Себілді 72 килограмм, граммға айналдырғанда 72 мың грамм. Бірінші алаңқай 220 метр квадрат, екінші алаңқай 380 метр квадрат. 1 метр квадратқа себілген тұқым бірдей. Әр алаңқайға белгісіз грамм тұқым себілді. Шешуі. Бірінші, 1 квадрат метрге қанша грамм тұқым себілгенін тауып аламыз. Ол үшін барлық себілген тұқымды екі алаңқайдың ауданын қосып бөлеміз. 120 грамм. Яғни 1 метр квадратқа 120 грамм тұқым себілген екен. Ендігі кезекте нені табамыз? Дұрыс айтасың. Бірінші алаңқайға қанша грамм тұқым себілгенін табамыз. Ол үшін не істейміз? Дұрыс айтасың. 220-ны 120-ға көбейтеміз. Сонда 26400 грамм. Яғни бірінші алаңқайға 26400 грамм тұқым себілген екен. Ал ендігі кезекте нені табамыз? Дұрыс айтасың. Екінші алаңқайға қанша грамм тұқым себілгенін табамыз. Ол үшін не істейміз? Жарайсың. 380-ді көбейтеміз 120-ға. Сонда екінші алаңқайға 45600 грамм тұқым себілген екен. Жауабы. Бірінші алаңқайға 26400 грамм тұқым, екінші алаңқайға 45600 грамм тұқым себілді. Жарайсыздар оқушылар. Дәптерлерімізге жазып алайық. Келесі тапсырма ширату жаттығулары. Шебер тақтайшаны жұмыс үшін суретте көрсетілгендей теңдей екі бөлікке бөліп кесе алады. Бір шеңберді ішіндегі тақтайды екі бөлікке кесе алады дейді. Бұлай немесе мына нұсқада. Енді кәмпит түрінде бейнеленген өрнекті жасау үшін шеңберге ең аз мөлшерде қанша бүтін тақтайша қажет? Мысалға, мынау жерде оқушылар кәмпит түрінде жасаған, бірақ бұл жерге қанша тақтайша қажет болып тұр, санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тақтайшадан кәмпит құраған екен. Ал енді сіздерге ең аз мөлшерде қанша тақтайша қажет дейді, ойланып көрейікші. Ал ендеше өз жауаптарыңды тексеріңдер. Тақтайша бізге қажет. Шеңбер. Осыны қандай бөліктерге бөлуге болады? Дұрыс айтасың. Шаршы түрінде берілген тақтайшаны екіге бөліп, тік төртбұрыш аламыз. Енді тағы қандай фигура алуға болады? Дұрыс айтасың. Тік төртбұрышты тағы да екіге бөлсек, шаршы шығады. Осы шаршыдан қандай фигура аламыз? Дұрыс айтасың. Екіге бөліп, үш бұрышты алуға болады. Ендеше кәмпитімізді құрастырып көрейік. Тік төртбұрышымыз, үш бұрышымыз. Жарайсың. Сонда оқушылар қанша тақтайша қажет болды бізге?
бір тақтайша қажет болды. Ол тақтайшаны неше бөлікке бөлдік, санайықшы. 1, 2, және де бұның өзін 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлініп тұр екен. Ең аз мөлшерде қанша тақтайша қажет? 1 тақтайша қажет болады екен. Жарайсыңдар, оқушылар. Келесі жаттығу. Клубтың кодтық шифры 2 таңбалы сан. Арман кодты ұмытып қалды. Бірақ осы санның цифрларының қосындысы мен олардың көбейтіндісінің қосындысы сол санның өзімен тең болатыны есінде. Арман клубты тезірек ашуы үшін кодтың барлық мүмкін нұсқасын жаз дейді. Енді біздерге 2 таңбалы саннан тұратыны белгілі. Барлық 2 таңбалы сан 10-нан 20-ға дейінгі сандар алдарыңызда тұр. Енді есептеп көрейік. Ең аз мүмкін жолы. Бірінші 10 санын алайық. Яғни 2 таңбалы сан, арман кодты ұмытып, бірақ осы санның цифрларының қосындысы дейді. 1 мен 0, 1 мен 1 цифрлары деп отырғанымыз. Осылардың қосындысы мен олардың көбейтіндісінің қосындысы сол санның өзімен тең болуы қажет дейді. Тексеріп көрейік. Бірінші 10-ды алайық. 1-ге 0-ді қосамын 1, 1-ді 0-ге көбейтемін 0, 1-ге 0-ді қоссам 1. 10 шықты ма? Шыққан жоқ. Келесі 11 санын алайық. 1-ге 1-ді қосамын 2, 1-ді 1-ге көбейтемін 1, 2 мен 1-дің қосындысының мәні 3. 11 шықты ма? Шыққан жоқ. Келесі сан 12-ні алайық. 1-ге 2-ні қосамын 3, 1-ге 2-ні көбейтемін 2, 2 мен 3-дің қосындысы 5. 12 шықты ма? Шыққан жоқ. Келесі сан 13-ті алайық. 13, 1 және 3 цифрларынан тұрады. Осы цифрлармен қосу және де көбейту амалдарын орындап көрейік. 1 мен 3-тің қосындысы 4, 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3, 4 пен 3-тің қосындысы 7-ге тең. 13 шықты ма? Жоқ, шықпады. Келесі санымыз 14. 1 мен келесі санымыз 15. 1 мен 5 сандары қосындысы 6, 1 мен 5-тің көбейтіндісі 5, 5 пен 6-ның қосындысы 11. 15 шығып тұр ма, оқушылар? Шықпады. Келесі санымыз 16. 1 мен 6-ның қосындысы 7, 1 мен 6-ның көбейтіндісі 6, 6 мен 7-ның қосындысы 13. 16-ға тең болды ма? Болмады. Келесі сан 17-ні тексеріп көрейік. 17-ның цифрлары 1 мен 7. 1-ге 7-ні қосамын 8, 1 мен 7-ні көбейтемін 7, 7 мен 8-дің қосындысы 15. 17-ге тең болды ма 15? Тең болмады. Келесі санымыз 18. 1 мен 8-дің қосындысы 9, 1 мен 8-дің көбейтіндісі 8, 9 мен 8-дің қосындысы 17. Сәйкес келді ма? Келмеді. Келесі санымыз 19-ды алып көрейік. 1 мен 9-дың қосындысы 10, 1 мен 9-дың көбейтіндісі 9, 10 мен 9-дың қосындысы 19. 19, 19-ға сәйкес келді ме? Сәйкес келді. Демек, арманның ұмытып қалған коды қай сан екен? 19. Жарайсыңдар. Біздер сонда қанша мүмкін болатын нұсқаны таңдадық? Біздер сонда қанша жолмен тексеріп шықтық? Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ең аз мөлшерде 10 нұсқасы болады екен. Тексерудің 10 нұсқасы болады екен. Жарайсыздар. Келесі өзіндік жұмыс 4-ші жұмыс дәптеріндегі 24-ші беттегі тапсырмаларды өз бетімізше орындап, ұстазымызға көрсетеміз. Бүгінгі сабақтағы біліміңді бағалай ғой. Жарайсыздар, сау болыңыздар.